Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары, бүгін мен сіздерге қан қысымын кетірудің 9 әдесін айтатын боламын. Ең алдымен арнаға жазылып алыңыздар. Сізді қан қысымы мазалайды ма, комментарийге жаза кетіңіз. Қан қысымының давление жоғарылауы бұл көпшілікке таныс мәселе. Мұны төмендетудің әртүрлі әдістері бар, бірақ тек дәрігердің ұсынысымен ғана тиісті ем қолдану маңызды. Міне, қан қысымын төмендетудің кейбір табиғи әдістері. 1. Су ішіңіз. Суды көп ішкенде ол ағзадағы сұйықтық балансын реттеуге көмектеседі және қан қысымын төмендетуге әсер етуі мүмкін. 2. Жаттығу. Қалыпты физикалық белсенділік қан айналымын жақсартуға және қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Жаяу жүру, йога немесе жеңіл жаттығулар жақсы әсер етуі мүмкін. 3. Тұзды тұтынуды шектеу. Тұзды көп тұтыну қан қысымын көтеруі мүмкін. Тұзды азық-түліктерді азайту және көбірек жаңадан дайындалған тағамдарды жеу маңызды. 4. Дем алу жаттығулары. Терең тыныс алу немесе тыныс алу жаттығулары қан қысымын төмендетуге әсер етеді. Мысалы, 4 секунд дем алуды 4 секунд ұстап тұрып, 4 секунд шығарып көріңіз. 5. Шөптер мен шайлар. Кейбір шөптер, мысалы, түймедақ шайы немесе мүкжидек шайы, қан қысымын реттеуге көмектеседі. 6. Шаршауды азайту. Психологиялық стресс пен шаршау қан қысымын көтеруі мүмкін. Демалу және стрессті басқару арқылы бұл көрсеткішті тұрақтандыруға болады. 7. Дұрыс тамақтану. Қан қысымын төмендету үшін көкөністер мен жемістерді көбірек тұтыну керек. Омега-3 май қышқылдары бар тағамдар, мысалы, балық да пайдалы. 8. Артық салмақтан арылу. Қан қысымын қалыпқа келтіру үшін дене салмағын басқару өте маңызды. Артық салмақ қан қысымын көтеруі мүмкін. 9. Кофе мен алкогольді азайту. Кофеин және алкоголь қан қысымын уақытша көтеруі мүмкін. Осы себепті оларды шамалы түрде тұтынған жөн. Бұл әдістерді тексеріп көріңіз, бірақ егер қысымыңыз жиі жоғары болып жатса, дәрігермен кеңесу маңызды. Қан қысымын төмендету үшін бірнеше пайдалы кеңестер бар. Міне олардың кейбіреулері. 1. Тұзды шектеу. Тұзды тағамдардың артық мөлшері қан қысымын жоғарылатуы мүмкін. Сондықтан тұзды мөлшерін азайтуға тырысыңыз. 2. Қалқанша безінің гормондарының деңгейін бақылау. Қан қысымының жоғары болуы гипертиреоз сияқты эндокриндік аурулармен байланысты болуы мүмкін, сондықтан дәрігерге тексерілу маңызды. 3. Дұрыс тамақтану. Көкөністер, жемістер, астық өнімдері және ақуызды тағамдарды көп тұтыну артық салмақтан арылуға және қан қысымын бақылауға көмектеседі. Пісірілген немесе буға пісірілген тағамдар пайдалы. 4. Жаттығулар жасау. Үнемі физикалық белсенділік қан айналымын жақсартып, қан қысымын төмендетеді. Жаяу жүру, жүгіру, йога сияқты жаттығулар жақсы әсер етеді. 5. Стрессті басқару. Стресстен арылу үшін медитация, тыныс алу жаттығулары немесе йога сияқты әдістерді қолдану маңызды. 6. Кофеин мен алкогольді азайту. Кофеин мен алкоголь қан қысымын көтеруі мүмкін, сондықтан оларды шектеу немесе тұтынуды азайту керек. 7. Суды көп ішу. Көп су ішуде қан қысымын реттеуге көмектеседі. Суды жеткілікті мөлшерде ішкен кезде ағзаның күйі жақсарады. 8. Жеткілікті ұйқы алу. Ұйқының жеткіліксіз болуы қан қысымының жоғары болуына әкелуі мүмкін. Қалыпты ұйқы режимі қан қысымын төмендетудің бір әдісі. 9. Дәрілер. Егер жоғары қан қысымы тұрақты болса, дәрігер тағайындаған дәрілерді қабылдау қажет. Мұндай дәрілер жүрек қан тамырлары жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Егер қан қысымыңыз жоғары болса, дәрігермен кеңесу қажет. Кез келген өзгерістерді өз бетіңізше жасамай, мамандардың нұсқауларын орындау өте маңызды. Видео пайдалы болса, арнаға жазылып достарыңызбен бөлісе